Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тақырып и дыбысы мен әріпі. И дыбысы дауыссыз дыбыс болып саналады. Балалар, и дыбысын алдымен дәптерімізге жазып аламыз. Жарайсыңдар. Дәптерлеріңді ашып, суретте көрсетілгендей етіп, и дыбысын жазып алыңдар. И дыбысы сонымен қатар сөздің ортасында және аяғында кездеседі. Менімен бірге қайталаңдар. Ай сөзінде тай, май, түйе, тағы да ай. Балалар, мына көрсетілген сұраққа дұрыс жауап беріңдер. Дұрыс айтасыңдар балалар, байрақ, жарайсыңдар. Балалар, менімен бірге тағы да мына сөздерді қайталаңдар. Май, шай, бой, той, сай, сайман. Алақай, қалақай. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта көп нәрсе үйрендіңдер. Тағы да төменге жаза кетіңдер. Сау болыңдар.